1917 жылы Ресейде екі революция орын алды. Біріншісі ақпан революциясы барысында монархия құлатылса, екінші қазан төңкерісі барысында большевиктер, яғни кеңестер билікке келеді. Кеңестердің билікке келуімен бұрынғы Ресей империясы территориясында азаматтық соғыс басталды. Ел негізгі екі күшке бөлінді: қызылдар, яғни кеңестер, және ақтар, яғни кеңес үкіметіне қарсылар. Азамат соғысында жеңіске жету үшін большевиктерге саяси жүйе мен экономиканы қайта құру қажет болды. Азамат соғысы барысында кеңестер әскери коммунизм саясатын жүргізді. Әскери коммунизм дегеніміз 1918-21 жылдардағы азамат соғысы кезінде жүргізілген кеңестік Ресейдің ішкі саясаты. Саясаттың негізгі мақсаты соғыс барысында қалыпты экономикалық қатынастар мен механизмдер жойылған жағдайында Қызыл армия мен қалаларда азық-түлікпен, қару-жарақпен және қажетті ресурстармен қамтамасыз ету болды. Әскери коммунизм барысында ауыл шаруашылығында азық-түлік салғырты енгізілді. Оның басты мәні шаруа шығаратын барлық өнімді мемлекетке тартып алу. Өнеркәсіпті национализациялау жүргізілді, яғни барлық өнеркәсіп түрлері мемлекетке тартып алынды, жерді жалға алуға тыйым салынды. Және оны өңдеу үшін адамдарды жалға алуға рұқсат етілмеді. Жалпы еңбек міндеткерлігі енгізілді. 16 жастан 50 жасқа дейінгі барлық азаматтар жұмыс істеуге міндетті болды. Арнайы еңбек әскерлері құрылды. Сауда-саттық қатынастар толық мемлекеттің бақылауында болды. Яғни мемлекеттің өзі жүргізуге тиіс болды. Сауда-саттық қатынастарда тауар айырбасы көп қолданылды. Себебі большевиктер нарықтық ақшадан құтылып, өзара айырбас арқылы өмір сүретін қоғам құрғысы келді. Бірақ елде инфляция жоғарылап, әлеуметтік-экономикалық жағдай нашарлай түсті. Әскери коммунизм саясаты нәтижесінде бір партиялық жүйе қалыптасты. Большевиктер елдің барлық ресурстарын бақылауға алды. Олар азамат соғысында жеңіске жетіп, кеңес билігі орнады. Әскери коммунизм саясаты халықтың жағдайын нашарлатты. Соғыс қиындықтары, оған қоса қатаң әскери коммунизм саясаты, яғни тартып алулар әлеуметтік-экономикалық дағдарысқа және 1921-22 жылдары кейбір аймақтарда аштыққа әкеледі. 1921 жылға қарай бұл саясат толығымен өз тиімсіздігін көрсетті. 1921 жылы наурызда Коммунистік партияның 10-шы съезінде азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен ауыстыру туралы декрет қабылданды. Бұл әскери коммунизм саясатының аяқталып, жаңа экономикалық саясаттың басталуын білдірді. Жаңа экономикалық саясатқа өтудің негізгі себептері 1918 жылдан бастап жүргізіліп келе жатқан әскери коммунизм саясатына халықтың жаппай наразылығы. Кеңестердің билігіне қарсы көптеген көтерілістер болды. Мәселелерді шеше алмай қалған кеңестер мен большевиктер партиясының беделі төмендеді. Экономикалық дағдарыс, яғни халықтың өмір сүру деңгейі айтарлықтай нашарлады. Аштық орын алды. Жаңа экономикалық саясат шамамен 1928-29 жылдарға дейін қолданылды. Жаңа экономикалық саясаттың басты ерекшелігі әскери коммунизм саясаты барысында енгізілген азық-түлік салғырты азық-түлік салығына ауыстырылды. Азық-түлік салығының азық-түлік салғыртынан айырмашылығы салық бойынша шаруалардың мемлекетке өнім тапсыру мүмкіндігі ескерілді. Азық-түлік салығы шаруаларға артық өнімді алып қалуға және сол артықты сатуға мүмкіндік берді. Ал бұл өз кезегінде шаруаның жағдайын жақсарта түсті. Сонымен қатар тауар ақша қатынастардың, яғни нарықтық қатынастардың дамуына әкелді. ЖЭС-тің енгізілуімен жерді жалға беруге және жалға алуға рұқсат етілді. Жалдамалы жұмыс күшін пайдалану рұқсат етілді. Шағын және орта кәсіпорындар 20-ға дейін жұмысшыны жалдай алды. Кооперациялар, яғни біріккен шаруашылықтар мен кәсіпорындар құрылып дамыды. Жалпы еңбек міндеткерлігі алынып тасталды. ЖЭС кезеңінде жеке саудаға рұқсат етілді. Жәрмеңке сауда қайта жанданды. Тауар және қор биржалары, көптеген сауда ұйымдары, сондай-ақ мемлекеттік банк және коммерциялық банктерді құру арқылы нарықтық инфрақұрылым дамыды. Өнеркәсіптің басым бөлігі мемлекеттің бақылауында болғанымен, шағын және орта, сондай-ақ кейбір кәсіпорындар қайтадан жекенің қолына өтті. ЖЭС барысында концессиялар құрылды. Яғни мемлекет пен шетелдік компания арасында зауыттарды, фабрикаларды, жерді пайдалануға беру туралы келісімдер жасалды. Шетелдік кәсіпкерлер өнеркәсіп орындарын салуға және пайдалы қазбаларды өндіруге құқылы болды. Қаржы реформасы жүргізілді, яғни тауар ақша қатынастары енгізілді. Ақшалай еңбек ақыға көшу жүргізілді. Тегін қызмет көрсету жойыла бастады. Ірі тресттер құрылды.
ЖЭС бір жылдан кейін оң нәтиже берді. Халық шаруашылығын қалпына келтіру сәтті болды. Аштық басылып, халықтың тұрмысы жақсарды. ЖЭС саяси жағдайды да біршама тұрақтандырды. Жақсы жетістіктерге қарамастан, ЖЭС моделі қиындықтарға да әкелді. Мүлік теңсіздігі пайда болды. Таптар арасында текетірес күшейе түсті. Жұмыссыздық саны өсіп, инфляция жоғарылады. Өнеркәсіпті дамытуға қаржы тапшылығына тап болған кеңес үкіметі елдегі ресурстарды орталықтандыру мақсатында. Сонымен қатар, ЖЭС-тің ерекшеліктері нарықтық қатынастарға негізделгендіктен 20 жылдардың ортасынан бастап ЖЭС-тен бас тарта бастайды. Ары қарай елде ұжымдастыру мен индустрияландыру жүргізіледі. 1931 жылы 11 қазанда КСРО-да жеке саудаға тыйым салу туралы қаулы қабылдаумен жаңа экономикалық саясат ресми жойылды деуге болады.